Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Канагатова Мақпал Серікжановна, электротехникалық пәндердің оқытушысы. Бүгін сіздермен өнеркәсіптік электроника негіздері пәнінен жаңа тақырып өтеміз. Жаңа тақырып өтпес бұрын, құрметті студенттер, сіздерге ұсынылған бірнеше суретке назар аударыңыздар. Ал студенттер, қалай ойлайсыздар? Бұл қандай құрылғының суреті? Бұл күшейткіштер, яғни бүгінгі тақырыбымыз күшейткіштер туралы жалпы мәліметтер. Бүгінгі тақырыптың негізгі мақсаты күшейткіштерді зерттеу және теориялық білімді бекіту. Бүгінгі тақырыпта қарастыратын негізгі сұрақтарымыз: күшейткіштер түсінігі, күшейткіштердің жіктелуі, күшейткіш параметрлері. Сонымен студенттер, электронды күшейткіш дегеніміз не? Электронды күшейткіште отырғанымыз бұл сигналдың пішінін сақтай отырып, жүктемеде оның кірісіне қарағанда үлкен қуат беретін құрылғы. Электронды күшейткіштерде күшейткіш лампалар, биполярлық және өріс транзисторлар түрлендіргіш ретінде қолданылады. Сонымен қатар Wi-Fi сигналдары мен ғарыштан сигналдарды қабылдауға көмектеседі. Сигнал көзі, күшейткіш элементі және жүктеме. Яғни жүктеме энергия беруді реттейді. Күшейткіштердің жіктелуі. Күшейтілген сигнал жиілігі бойынша төмен жиілікті күшейткіштер, кең жолақты күшейткіштер және тар жолақты күшейткіштер. Күшейтілген сигнал түрі бойынша тұрақты ток күшейткіштер, яғни 0 герцтен басталады. Орысша айтқан кезде усилитель постоянного тока дейміз. Сонымен қатар айнымалы ток күшейткіштері. Функционалдық мақсатына байланысты кернеу күшейткіштері, ток күшейткіштері және қуат күшейткіштері. Қолданылатын белсенді элементтердің түріне сәйкес күшейткіштер шамдық, транзисторлық және диодтық болып бөлінеді. Бүгін сіздермен мысал ретінде қарастыратын бұл биполярлық транзистордағы күшейткіш болып табылады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бұл, яғни NPN типтегі биполярлық транзистор. Яғни N деп отырамыз негативті, P деп отырамыз позитивті, N деп отырамыз негативті. Сонымен екіден жүктемеге энергия беруді реттейді. Міне, 2 деп отырғанымыз бұл энергия көзі. Резистор 1, резистор 2, бұлар базалық бөлгіштер. Бастапқы жұмыс режимін қамтамасыз ету үшін қажет. Резистор E, конденсатор E температураны тұрақтандыруды қамтамасыз ету үшін қажет. Конденсатор 1, конденсатор 2, бұлар бөлгіш конденсаторлар. Яғни тұрақты ток бойынша ажырату үшін қажет. Сонымен қатар RK күшейтілген сигнал шығарылатын коллектордың кедергісі. Қуат көзі қосылған кезде бөлгіш пен ток ағып кетеді. Сол кезде R2-де не пайда болады? Кернеу пайда болады. Ол эмиттердің ауысуын алға қарай жылжытады. Күшейткіштердің параметрлері. Бірінші, кернеу бойынша күшейту коэффициенті, ток бойынша күшейту коэффициенті, қуат бойынша күшейту коэффициенті, күшейткіштің кірісі мен шығысындағы сигналдардың қуаты, кіріс кедергісі және шығу кедергісі. Күшейткіштер дербес құрылғылар ретінде дыбыс жиілігінің күшейткіштері, өлшеу күшейткіштері, яғни өлшеу мақсатына сигналдарды күшейтуге арналған және антенна күшейткіштері. Бұл деп отырғанымыз антеннадан әлсіз сигналдарды күшейтуге арналған. Сонымен, құрметті студенттер, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе, тақырыпты қорытындылау сұрақтары, мысал үшін, күшейткіш дегеніміз не? Күшейткіштер қалай жіктеледі? Күшейткіштік параметр қандай? Деген сияқты. Сонымен қатар үй тапсырмасы тақырыпты оқып және дәптерге жазасыздар. Қосымша тапсырма ретінде операциялық күшейткіш туралы ақпарат жинап дәптерге жазып, яғни сайтқа жүктейсіздер.
Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.